Құрметті ауыл кәсіпкерлері мен ауыл тұрғындары, үстіміздегі жылдың 8 шілдесінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елімізде коронавирус пандемиясының өршуіне байланысты халыққа үндеу жасады. Осы мәселе бойынша үкімет отырысы өтті. Онда мемлекет басшысы барлық министрлерге, облыс әкімдеріне нақты тапсырма берді. Ұлт көшбасшысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елімізде карантин басталған кезде халыққа үндеу жариялап, қиындықта бір-біріне қол ұшын беру, игі дәстүр халқымыздың қанында бар, бойымызға сіңген асыл қасиет екендігін атап өткен болатын. Халқымыз індет алдындағы үрейін жеңіп, ойын тазартып, санасын жаңғыртып, ертеңгі күнге жарқын үмітпен, нық сеніммен қарауы керек. Жасыратыны жоқ. Әлемнің аяқ қолын буып, тынысын тартқан қатерлі індет біздің де елді айналып өтпей, біраз отандастарымызды, ауыл кәсіпкерлерін, еліміздің белгілі ұстаз ғалымдарын арамыздан мезгілсіз алып кетіп жатыр. Мына атаусыз дерттен қаза болған жандардың отбасы мен жақындарына университет ұжымы атынан көңіл айтамыз. Жақынды жоғалту кімге де болса оңай емес. Бір-бірімізге қамқорлықпен, түсінушілікпен қарайық. Белгіленген ереже талаптарды қатаң сақтайық. 13 шілде күні белгіленген ұлттық аза тұту күнінде халық болып арылып, ұлтымызды өзін сақтауға, қорғауға жұмылдыруымыз қажет. Бүгінгі таңда аграрлық саланың кешенді түрде дамуына мемлекет тарапынан жан-жақты жүйелі қолдау көрсетуде. Еліміздің бір қатар өңірлерінде ауыл шаруашылық өнімдерін жинау науқаны басталып кетті. Астық ел байлығы. Бәріміздің алаңдап отырған басты мақсатымыз осы мол өнімді ысырапсыз жинап алу. Бұл коронавирустан кейінгі әлемдік экономикадағы болжаулы дағдарысты елімізде жеңілдетудің бір жолы. Бұл даланы да, қаланы да сақтаудың кепілі. Сондықтан ел үшін аса маңызды ұлы міндетке барынша жұмыла кірісуіміз керек. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін қолдауда біздің университеттің ғалымдары жан-жақты жұмыс атқаруда. Өздеріңізге белгілі, соңғы 4 айдың ішінде 60-қа жуық онлайн конференция өтті. Оған апта сайын 3000-нан астам ауыл кәсіпкерлері, өндіріс басшылары, аграрлық саланың мамандары қатысты. Пікір бөлісіп, тәжірибе алмастық. Аталған іс-шараларға 25 елден 100-ден астам халықаралық сарапшы мамандар тартылды. Белгілі ғалымдардың кеңестері тек тауар өндірушілерге ғана емес, университеттің жас ғалымдар мен студент, магистрант докторанттарына да білімдерін тереңдетуге мүмкіндік берді. Онлайн конференциялар жұмысы университеттің агродаму бірлестігінің ақпараттық ситуациялық орталығында жүйелі жүзеге асып отыр. Қазақстанның барлық аймақтарындағы ауыл кәсіпкерлерінен келіп түскен сұрақтарға ғалымдарымыз нақты жауап беріп, ұсыныстарын жазбаша түрде жеке дара жолдап отыр. Қазір еліміздің барлық облыстарының агроқұрылымда университетіміздің студенттері өндірістік тәжірибеден өтуде. Осындай қиын кезеңде университет студенттерін ауыл жастарымен, жергілікті әкімшіліктермен және мектеп ұстаздарымен бірлесіп, ауыл тұрғындарына барынша көмек көрсетуге бағыттап келеміз. Қазақ халқы әуел бастан-ақ отбасының амандығы мен береке бірлігін, ағайын туыстың ауызбіршілігі мен татулығын, ел іргесінің беріктігін маңызды мәселе санаған. Ұлтқа ұстаным болған осы қағида қандай қиын уақыт болмасын, еліміздің бүтіндей әрдайым қамтамасыз етіп отырған. Рухы биік дана жұртымыз бірлігінің, ұстамдылығының, табандылығының арқасында індетпен күресте жеңіске жетеріне сенімдіміз. Баршамызға мықты денсаулық, жанұямызға береке, амандық тілейміз.
алаш жұртына ұлы жаратушы жар болсын. Қазақстанымыз аман болсын.